Sayın dostlar, bu videoda керемет ойынға арналған ноутбук HP Pavilion Gaming ноутбугына қазақша шолу жасайтын боламын. Видеоны бастамас бұрын әлдетіне каналға тіркеліп қойыңдар, лайк басыңдар, пікір комментарий асыға жазып отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. HP Pavilion Gaming. Осыдан мен 3-4 жыл бұрын алған болатын, яғни 2020 жылы бұл трендовый ноутбук болып есептелген және әлгінен кейін нарықта магазиндерде сатылады. Бұның бағасы 400-500 мың. Техникалық сипаттамасына байланысты сатылады және бағалары өзгеріп отырады. Бұл ноутбукты алған кезде мен өкінбедім, өйткені бұның ішінде техникалық сипаттамасы өте жақсы. Қазір экран беттеріңізде көрінетін болады. Бұның процессоры AMD Ryzen 7 4800 поколенияда нұсқасында жасалған. Видеокартасы DQ, біреуі встроенный және дискретный. Дискретный видеокартасы 1650 Ti. Ti деген яғни разогнанный нұсқасы. 4 гигабайт видео памяти бар. Және де Bluetooth мұнда 4.5, Wi-Fi 5-ші нұсқа. Оперативкасы 16 гигабайт және 32 гигабайт нұсқасы да бар. Екі жады бар мұнда, SSD 256 гигабайт, M2 нұсқасында жасалған және де 1 терабайт HDD қатқыл дискісі бар. Бұл ноутбукпен осындай блок питания келеді. Блок питания 150 Вт. Ойын ойнаған кезде міндетті түрде осы блок питаниямен тығылып ойнау. Бұл ноутбуктың салмағы 2,5 келі. Жеңіл, сумкаға тек өзін салса, сумкадан білінбей кетеді. Ал жаңа блок питаниямен қоса салса, онда ауыр тас сияқты сезініп тұрады. Мұнан ноутбуктың интерфейстарына келсек, мұнда HDMI, мұнда HDMI бар, проектор бар да пыстырып қойуға болады. Және басқа экранға екінші экран қосуға болатындай. USB 3.0 интернет порт, USB Type-C Thunderbolt нұсқасы. Және де SD карта, микрофон мен наушник тағатын жер. Нар жақ бетінде USB 3.0 және 2.0. Және зарядка тағатын жер. Артында воздух шығатын жер, воздух астында воздух кіретін жер. Бір саусақпен ашуға болады. MacBook дегенде, тура. Экраны IPS дисплей, Full HD. Көзді ауыртпайды, айтпақшы. IPS дисплей бармен ноутбук алған дұрыс. Және үстінде камера, 2 микрофон, камерасы 1080 пиксель, клавиатурасы осы жанат. Оны өшіп қойға болады, FN, F5-ті басқан кезде. Тачпад өте жылдам жұмыс жасайды. MacBook-тікінен кең емес. Мұнда динамик, ішінде 2 динамик, скорее всего. Осы ұзыннан әдемі болып көріп үшін жасалған перфорация. Кейбір елдер айтады, HP жаман ноутбук қой, анау. Өйткені мұнда тек қана игровой ноутбук болған соң, түрі бәліға сипаты әдемі көрінеді. Ұстауға ұялмайсыз. Бұрынғы бір HP ноутбуктар сияқты емес, басқа да.
ноутбукпен жұмыс істеген кезде өте шапшаң. Без нареканий. Зависти айтылмайды. Мен 4 жыл бойы сапке жатырмын, вообще бір қатпады. Обновление келіп отырады постоянно. Ойындарда әрдайым 60 FPS, 64 FPS ұстап тұрады. Вообще қатпайды. Бұмен монтаж жасауға болады, 3D графикамен айналысуға болады, фотошоппен неше түрлі сурет салуға болады, творческий жұмыстармен айналысуға болады. Yaşın güçlüsün bırak yengimiz. Yaşın baysın bırak yengimiz. Bacımı bırak yengimiz. Sen benimizsin benimiz. Çok aslında Like better bugün aslında I know about burada Tecrübe aslında Бұл ноутбукпен кино көрген кезде 2 кино көре аласыздар. Яғни 5 сағат шыдайды. Қиын 3D графикамен жұмыс жасаған кезде, фотошоппен жұмыс жасаған кезде 2 сағат, 1,5 сағат қана. Және де ойын ойнаған кезде тоже самый 1,5 сағат, 2 сағат қана блок питаниясыз жұмыс істей алады. Ал блок питания мен қосқан кезде шексіз. Яғни блок питанияны міндетті түрде қосып отырасыз. Клавиатурамен текстік жұмыс жасаған кезде клавиатура өте сезімтал және қолға жеңіл сезіледі. Керемет. Бұл видео сонымен соңына жетті. Осындай қызықты видеолар көру үшін тағы да қайталап айтамын, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыз.